Ақтауға, Алматы мен Астанаға, оңтүстік пен шығысқа, бір сөзбен айтқанда, республиканың түкпір-түкпіріне, тіпті Ресей және халықаралық деңгейде Германия, Мальта, Корея елдеріне танымал болған дүбірлі Рымбек Байсейітов атындағы қаржы экономикалық колледжінде өтіп отырған ірі тұлға, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының қаржы министрі, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген экономист, колледж түлегі Рымбек Смақұлы Байсейітовтың туғанына 100 жыл толу салтанатына қош келдіңіздер! Бүгінгі біздің салтанатымыздың сәні болып, ел ағалары, колледжге етжанды жақын туыстай болып кеткен қоғам қайраткерлері, қала зиялылары, ата-аналар, студенттер, оқытушылар отыр. Сіздерге үлкен рахмет! Бүгін ортамызда колледждің құрметті директоры, соғыс ардагері, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген мұғалімі Мусин Ролан Мұсалының туған інісі Молдаш Жақыпұлы, Күләш Роланқызы, Гүлнәс Роланқызы бізбен бірге қуанып отыр. Сіздерге ерекше құрметіміз! Біз бүгін сіздермен кеш бойы 91 жыл толып отырған оқу орнының тарихымен бірге, оқу орнымыздың атын алып отырған дара тұлға Рымбек Смақұлы Байсейітовтың туғанына 100 жыл толуын ерекше құрметтеп, ірі тұлғаның өмірі, қызметі, жаңашылдығы жайлы сыр шертпекпіз. Және де кеш барысында ұлы тұлғаның өсумен қатар атын алып отырған оқу орнымыздың да жаңашыл жетістіктерін айта кетуді жөн көрдік. Себебі қандай жетістігіміз болса да, барлығы Рымбек Байсейітов есіміне бағытталатындығын мақтанышпен айтамыз. Рымбек Смақұлының туғанына 100 жыл! Рымбек Смақұлының атын алып отырған оқу орны қалай құрылды? Из постановления Народного комиссариата финансов Казахской ССР от 11 августа 1931 года, согласно которому краевые финансовые курсы в городе Семипалатинске и краевой технический экономический техникум в городе Кызылорде, преобразованный 15 августа 1931 года Семипалатинский финансово-экономический комбинат. Эта дата считается днем основания Семипалатинского финансово-экономического техникума. Тұңғыш рет республикада қаржы экономикалық техникумының Семейде ашылуының да үлкен себебі бар екендігін сіздерге айта кетуді жөн көрдік.
В начало 90-х годов прошлого века Семипалатинск превратился в один из самых крупных центров внутренней и внешней торговли, куда стекались купцы не только из России, Средней Азии и Казахстана, но и из городов Западного Китая и других стран. Стал важным связующим звеном в рыночных отношениях между городской промышленностью и сельской местностью. С ростом товарного оборота в городе стали развиваться капиталистические формы кредита. Поэтому впервые открылся в городе городской банк в 1887 году. Таким образом, в дореволюционное время город на Иртыше играл достаточно значительную роль в финансово-экономической жизни обширного края. На рубеже конца 19-го, начала 20 века Семипалатинск оставался крупным торгово-экономическим центром края, занимал одно из первых мест по торговым оборотам среди казахстанских городов. Так что в здании Госбанка на Кальванской улице, ныне Кайму Мухаммедханова, построенном в 1904 году, было чем заниматься. Қалалық мәдениет сарайы әншісі, Шыңғыстау әуендері 2017 байқауының бас жүлдегері Жанболат Шариповтың орындауында бір шәукім шай әні. Қабыл алыңыздар.
соң сөз кезегі. Роллан Мусин әулетінен еңбек ардагері, қоғам қайраткері Молдаш Жақыпұлына беріледі. Енді мына финанс техникумды айтқанда, менде кішкене ойлаймын, менің еңбегім бар ғой деп. Өйткені бұл кісі Байсейітке Роллан Мусинович барады, Байсейіт министр болғанда. Министр айтады, "Өрке ақшам жоқ, барсаң анау." Ол кезде Совет Союз болған, СССР болған соң Гарбузовқа барып министр. Өркен үндемейді, министр ештеңе демейді, маған звондайды, мені тосып ал, мен Москваға келе жатырмын. Қайда барасың? Гарбузовқа. Гарбузовқа не барасың? Брежнев неге бармайсың? Деп, содан кейін Гарбузовқа 3 күн тосып, әзір дегенде қол қойылды, осы техникумға 3 миллион ақша екен, 10 этаж салам деп, 8 этажда күштері жетті, сондықтан осы техникумды салып, өзінің мұсылман өзінің системасын қолысы правиласын жазып берді. Балалар ақ көйлек кию керек, қара шалбармен қара үйткі жүрміз, оң жағымен жүру керек, мұғалімдер сол жағымен жүру керек деп, соның оқу жағы, осында талай оқушылар болды, талай мұғалімдер болды, барлығы қанша директордың біреуді айтқан, даже Герой Совет Союзы бар, біреуді айтқан жоқ, техникум солай деп. Ол кезде осы жерде 5 здание болған, ол кезде семейде машина жоқ, қолымды бие болған, соның өкен, сол қолымды биегін банкқа баратын. Соның бәрін өткізіп, өз еңбегімен, өзі барып, ақша әкеліп, осындай салған, кім оны солай істей алады? Шар ауданында 2 школ салды. Шардың өзінде Абай школын салды, оның жанында Рудников школ салды. Сонда 3 здание. Сол еңбек үшін алтын Қазақстанның кітабында жазылды, 7-ші өмірі Роллан Мусинович. Сондықтан барлықтарыңызға тілегім. Енді өзім менде қайда кетті, қалай болып кетті қаншасы, мен өзі кішкене Роллан сияқты болғам жоқ. Ол кісі техникум бітіріп, соғысқа қатысты 19 жасында Сталинград битва. Одан кейін 1 жылда педагогический мұғалімдерге фронтовикке рұқсат берді. Институт оқуға соны ғана бітірді. Өркен мынандай 3 жылда. Мен ол жағым болған жоқ. Мен кішкене енді өскен жерім менің қайнар. 4 класс оқыдым. Даже мен умножение таблицаны бітірмей кетіппін. Содан мен Жартылай Омархан деген журналды алып қарайды ғой. 1-ші класс. 1, 2 алған. 2-ші класс. 2 алған. 3-ші класс. 2, 4-ші класс. Физкультурада 5 екен. Ой, 4-ші класс. 5-шіге мен шығармай қойды. Сонда мені қуып жіберді. Мен міне жігіттер. Өзінің еңбегімен осында Семейге келдім. Ремесленшіде оқыдым. 2 жарым жыл армияға кеттім. 3 жылда армия Германияда болды. Германияда ол кезде 1,5 миллион Совет Союзының армиясы болды. Онда орыс школы болды. Мені өте жақсы көрді. Менің командирім капитан Прокофьев деген. Әй Малыш, мен Малыш, сен 9-шы классың, 10-шы классқа маған қағаз жазып берді. Мен соны оқыдым. Семейге келдім. Техникумға түсіп, жақсы оқып, менің директорым Бөгенбай Батырдың немересі Барлыбаев Әлихан деген болған. Сол кісіні директор етілгеннен, сол кісі бізді 2 жігіт папкамызды ұстап, торговый техникумға түсеміз деп, сол легкий промтехникумға түсіп, мен моделирование конструирование деген отделға түстім, факультетіне, жанында шемісі механика. Сонда армияда мен партияға өттім. Сол партияға өткендігімнен мен секретарь техникум болдым. Содан бір күні техникум бітіріп, содан мен мұғалім болып қалдырдым. Сәрсекей Медеу деген бар. 1-ші классы қайда жүрген, қазір академик. Сәтбаевтың кітабын жазған. Сол бітіріп, геология Алматыда. Көшеде кездесіп қалдық. Советский одағына Абай көшесі, Советский. Сонда айтады. Медеу келе жатыр. Черный костюм, формасы, институт, састы, пуговица. Немене? Есім көрсетеді. Промбеге.
сразу селе қойдым. Содан мен ертеңгі машинаға әке-шешемді көшіріп екен, маған үй берген, 20 жасында әке-шешемді мен семейге тастадым да, мен Москваға оқып қалдым. Сол кезде оқып кетіп қалғанда, Рөкем 69 жылы барған министр кездескенде мен Рөкем досы бар, сонда қол қойғанда мен баяғы соны көріп көзіммен Рөкем көп түсінген болатын. Сондықтан мен кішкене осы мен сияқты болдым, инженер болдым, фабрикада істедім, конструктор болдым, моделер болдым, директор болдым. Назарбаев ақсақалдың күштілігі ма, жақсылығы ма, совхоз колхозды құрды, 91 жылы бізді Семейде 49 легкий промышленный болған, оны құртты, түгел. Сонда біздің промышленный фабрикада 2000 істе жұмыс. Күнде таңертең келіп 91 жылы жылап отырады. Бәрі соны. Қайда барамыз? Қайда барамыз? 3 жыл жақсы не пенсия алмадық, не зарплата алмадық. 92-93 жылда. Соның бәрі біз көрдік. Менің тілегім, қарақтарым, оқыңдар. Мұндай байлықты, мұндай жақсылықты, мұндай жақсы техникум. Семейде 2 спорт педучилище мен финанс техникум. Педучилище Бекбаев деген отан соғысына ардагер болды. 23 жыл істеді. Рөкем техникумда салып 8-ге шейін 12 салымыз күштері жетпеді, әбден шаршады. Салып 25 жыл жұмыс істеді. Сондықтан менің енді ағайым еңбегі болды. Сондықтан мен де сіздерге тілегім, сол жаңа деп айтып бәріңізде де финансист боласыздар, ертеңгі жақсы болып, аманшылық болып, семья құрып, дендеріңіз сау болып, осы техникумды әр уақыт ұмытпасаңыздар тілегім бар. Бақытты болыңыздар, мықты болыңыздар. Жаңа Қазақстанның жаңа жігіттері болып, жаңа экономистер болуларына бәріне тілектеспін. Семьяларында бақытты аман-есен жүрулеріне жақсы оқыған тілектеспін. Бақытты жолдарыңыз. Жылы 8 қазанда қазіргі Қайнар ауылы Абыралы жерінде қарапайым шаруа отбасында дүниеге келді. Әкесі Смақ палуан, еңбекқор адам. Рымбек есімін ел жұрты қойған екен. Рымбек сөзі ақылды, білімдар болсын дегенде білдіреді екен. Әкесі Смақ өзі әнші, өзі палуан деп жазады журналист Мұқатай Торжігетов. 3 күнге созылған шілдехана Смақтың өнегелі өнер иесі болғандығынан өзге той-домалақтан ерекше есте қаларлықтай өтті, дейді ауыл ақсақалдары. Смақ еңбекке ерте араласып, халық алдында беделді, сыйлы адамның бірі болды. Рымбектің анасы Кәжей, Арғынның Қаракесек ішіндегі Байбөрі руынан, Ұлтан байының қызы. Ақылына көркі сай сұлу, және де Кәжей ана өте парасатты болған екен. Қаратау жантелімен киік қашқан, доғалан жолан мен жалбай арыстан, дін, әжім, мұршық пейін бөрлі төбе, ойнақтап өскен жерім бала жастан. Қартайып көрінеді мая басы, мәуелі мәремігім таударасы. Торқалы топырағы туған жердің алтындай маған қымбат әрбір тасы. Қаролен сұлу шоқы жал бойында, биігіне шығу жем жиын тойда, кір жуып кіндік кескен туған жерім, қайтыр алдым өзіне қартайғанда. Батысында кент пен қу қарқаралы, шығысында Абайдың Шыңғыстауы, ортасында көсілген асқарым Алатаудай Абыралы.
жылы Ұлы Отан соғысына Рымбек Байсейітовке аттанды. Ол взвод командирі, аға сержант, майданның алғы шебінде болды. Ұлы Отан соғысындағы ерлігі үшін 1942 жылы Рымбек Байсейітов Кеңес одағының батыр атағына ұсынылды. Бірақ белгілі себептермен бұл атақ Рымбек Смақұлына жетпеді. Бірақ біз үшін Рымбек Байсейітов батыр! Петр Филиппович Жизников. Я приношу вам в дар люди мирного времени. Пусть эти слова станут для вас девизом жизни, лозунгом, транспарантом. Учитесь, не бойтесь, ребята. Будьте готовыми, не ожидая помыкания. Сергей Ильич Морозов. Помните, ребята, за вами стоим мы, отдавшие свою жизнь за Родину и за вас. Будьте счастливы. Кенжебек Шакенұлы Шакенов, менің отандастарым, өмірде ең бастысы досқа адал бол. Достық, бірлік, ұйымшылдық болған жерде жеңіс те, бақыт та, байлық та, бейбітшілік те болатындығын мен анық білемін. Айткеш Абайұлы Ибраев. Болашақ менің ұрпақтарым, сендер өз отандарына адал болыңдар, батыл болыңдар, қиындықтан қорықпаңдар, еңбекшіл болыңдар, бір-біріңді қорғаңдар. Сонда ғана біздің ел бай, бақытты ел болады. Ролан Мұсаұлы Мусин. Егемендік алған біздің ұрпағымыз келешекте өткен ата-бабалардың ерлік істерін баяндай отырып, нағыз қазақ мемлекетін орнатады деп сенемін. Ол үшін жастар өз ұлтын жақсы көретін, білімді, мәдениетті, тәртіпті болуы қажет. Рымбек Смақұлы Байсейітов. Қаржы мамандығы батыл да адал, еңбекқор, өз халқы үшін қызмет ететін нағыз мамандардың атады. Рымбек Байсейітовтың майдандас достары Ролан Мусин, Айткеш Ибраев, Кенжебек Шакенов, Әзірхан Нұршайықов. Батыр ағаларымыздың ерлігі мәңгі есімізде. Рымбек Байсейітовты және барлық батырларымыздың жарқын бейнесін еске түсіру үшін 1 минут үнсіздік жариялайық. Орындалар келесі тамаша ән ұлы бабаларымыздың жарқын бейнелеріне арналады.
Рымбек Байсейітов 1948 жылы осы оқу орнына түсіп, 1949 жылы жедел түрде бітіріп шықты. Одан кейін жаңа Семей ұн комбинатында қабылдаушы, Семей қаласы салық комитетінде салықшы болып қызмет атқарды. Ол өте алғыр, жұмысына тиянақты болды. Оны әріптестері байқап жүрді. Сол кезде жас маман ретінде қалалық салық жүйесіне салық жинау, оның түрлері туралы ұсыныстарды беріп отырды. Заңдылықтарды көп оқыды. 1950 жылы Семей облысы бойынша алғаш рет облыстың кіріс шығыстарына талдауды Рымбек Байсейітов жасады. Осы жолда Рымбек Байсейітов өзінің «Экономика и бюджет Советского Казахстана» деген еңбегін жазды. Осы жылы Москвадан Рымбек Байсейітов бүкіл одақтық қаржы институтына оқуға түсті. 1948 жылдары Семей қаласы Калинин аудандық қаржы бөлімінде бас инспектор болып тағайындалады. 1948-50 жылдары Семей облыстық қаржы бөліміне аға инспектор қызметіне ұсынылады. 1951 жылы Қазақ ССР қаржы министрлігінің салық бөлімінің басшысы болады. 1953 жылы Қазақ ССР қаржы министрінің орынбасары қызметіне ұсынылады. 1958 жылы Қазақ ССР қаржы министрлігі мемлекеттік кіріс басқармасының бастығы қызметіне ауысады. 1973 жылы Қазақ ССР баға жөніндегі мемлекеттік комитет төрағасы қызметін атқарады. 1969 жылдан 1985 жылға дейін техникум директоры болып, Ұлы Отан соғысының ардагері Мусин Роллан Мусаұлы тағайындалды. В 1969 году под руководством Роллана Мусина на здании техникума установлена мемориальная доска, посвященная выпускнику, герою Советского Союза Петру Филипповичу Железнякову. Его поддержал Рымбек Смахович Байсейітов. 1974 жылы наурыз айында Рымбек Смахұлы Байсейітов Қазақ ССР қаржы министрі болып тағайындалады. Міне, Рымбек Смахұлы үшін үлкен баға, еңбегінің жемісі еді. Бұл жетістік біздің оқу орны ішінде зор мәртебе болды. Болмасаң да ұқсап па!
Узадан. бір мың тоғыз жүз жетпісінші жылы колледжге қонаққа Рымбек Байсейітов келді. Осы жылдан бастап оқу орнының жаңа ғимараты салына бастады. Министр Рымбек Байсейітов, директор Ролан Мусин болды. В 1975 году директору техникума Ролану Мусину присвоено звание «Заслуженный учитель Казахстана». Бұл кезде майдандас досы Рымбек Байсейітов Қазақ мемлекетінің қаржы министрі еді. 1980 жылы техникум ұстаздары қаржы министрі Рымбек Байсейітовпен кездесті. Оны ұйымдастырған Ролан Мусаұлы. Техникум награжден почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. То время министр финансов Казахской ССР Рымбек Байсейітов. Құттықтау сөз кезегі Ролан Мусаұлының шәкірті Рымбек Байсейітов отбасының жанашыры, досы, ұзақ жылдар банк центр кредит ұжымын басқарған біздің әріптесіміз Лидия Алисовнаға және қазіргі таңда банк центр кредит директоры Анар Амангелдіқызына сөз беріледі. Хочу всех поприветствовать. Очень для меня почетно сегодняшнее приглашение. Для меня большая честь присутствовать на столетнем юбилее Рымбека Асматовича Байсейитова. Я очень считаю себя причастной к этой семье, потому что Рымбек Асматович Байсейитов воспитал замечательных детей, и одним из его детей Бахытбек Рымбекович Байсейитов является председателем Совета директоров нашего банка «Центр Кредит», одного из лучших, одного из сильнейших банков Казахстана. Получив приглашение на сегодняшнее мероприятие, я вновь перечитала книгу «От солдата до министра». Я вот буквально 3 дня, я ее раньше читала, но 3 дня я ее перечитывала, я ее принесла с собой. Я хочу оставить ее в стенах колледжа, потому что я ее уже знаю наизусть, наверное. Может быть, кому-то она еще пригодится. Читая эту книгу, я прониклась еще сильнее вот таким уважением к этому мужественному человеку Рымбеку Смаковичу, потому что она называется «От солдата до министра», но я бы ее назвала «От подростка до министра». Там очень много сведений о том, когда он был совсем еще мальчишкой, какая трудная судьба выпала на долю этих людей. Это предвоенные годы, голод, война, разруха, восстановление. И вот я помню, когда Бахытбек Рымбекович приезжал к нам в банк в семей, он очень много тоже воспоминаний говорил об отце, и одно из воспоминаний мне запало в душу. Когда отец Рымбека Смаковича Смак уехал на заработки, очень трудно жилось в деревне, они Сабальского района, не хватало средств на проживание, и он очень длительное время отсутствовал. И Бахытбек Рымбекович говорит, отец, еще будучи мальчишкой, он не выдержал вот этого долгого отсутствия отца, и он поехал на его поиски. Это было где-то в Омскую область надо было ехать. Он поехал зайцем на крыше поезда, как в зимнее время. И когда он приехал, он очень долго там искал, не мог найти, но ему люди подсказывали. И когда он пришел в здание, где был его отец, открыл двери и видел, что отец сидит, как раз они ужинали, и он зарыдал. Действительно, я даже представила, думаю, что творилось в душе этого человека, этого мальчишки в то время. Это, наверное, только одному Всевышнему известно, как он истрадался, как он хотел помочь. И он, оказывается, отец поприветствовал свой сыночек, а
он упал, и он просто рыдал. И всю эту картину почему-то я представила, думаю, Господи, какая тяжелая доля выпала на этих людей. Вот он прошел, конечно, большой опыт и жизненный, и трудовой. И моя подруга, вот, может быть, кто-то из старожилов в колледже знает, Зикеш Жуматовна Атыкаева. Она работала под руководством в Министерстве финансов. И она мне сама рассказала, она говорит, знаешь, вот ни одного раза, я говорит, ни на одном совещании никогда не помню, чтобы он повысил голос. Он только, говорит, посмотрит, и мы, говорит, сразу все понимали. Мы сразу, говорит, все понимали. Вот такой был Рымбек Смакович. И тогда, в то время, он же стал министром финансов в 31 год, в то время не было ни калькуляторов, никаких компьютеров, вообще такого слова мы даже не знали. А считали на счетах, на арифмометрах, и нужно было составить бюджет республики, целой республики. И она говорит, мы ночами сидели. Мы только, говорит, вот домой заезжали переночевать и все, но под руководством такого мудрого человека никто даже не мог поднять голоса или что-то упрекнуть. Конечно, очень, вот прочитав эту книгу, я вот говорю, можно много-много говорить о его героических подвигах, о его достижениях. Но самое главное, я сделала для себя вывод, что он оставался, остается, и, мне кажется, будет оставаться нашим современникам, примером для подражания. Это действительно уникальный человек. И я бы даже так сказала, что в созвездии гениальных личностей Казахстана, наверное, его звезда самая яркая, потому что он очень много сделал для Казахстана. Он всегда стремился к высотам, но к высотам имеется в виду не личных, а к высотам целой страны. Он переживал сильно за Казахстан. И когда Ралан Мусинович, вот я сейчас на него смотрю, мне кажется, как будто я с ним беседую, потому что Ралан Мусинович и Георгий Тимиргалевич, они подарили мне много часов общения лично с ними и возможность сегодня гордиться этими людьми. Ролан Мусинович мне сам рассказывал, как он ездил в Министерство финансов к самому министру Рымбеку Смаковичу для того, чтобы получить разрешение на финансирование строительства нового объекта. И он, вот, как сегодня сказали, 3 дня он простоял, он мне даже рассказывал, как он переживал, как у него сердце билось, но все-таки он попал к министру. И когда он зашел и переговорил, и он говорит, он даже не то, что он выделил денежные средства на строительство этого здания, даже участвовал в выборе проекта и в выборе местонахождения будущего здания. Вот такой был замечательный Рымбек Смакович. И сегодня действительно не просто мы его вспоминаем, сегодня мы гордимся им, сегодня мы восхищаемся, что прошло 100 лет и уже, наверное, 73 года, как он закончил этот колледж, а его каждый год почитают, его помнят и всегда будут помнить. И я говорю еще раз, что я очень сильно горжусь этим человеком и думаю, что имя Рымбека Смаковича Байситова, то, что у вас записано, вот хочу к ребятам обратиться в дипломах, вы всегда показываете. Я даже помню, когда я была одним из руководителей банка, к нам приходили студенты на трудоустройство, они говорили, я закончил Гауша Карима. А я вот так посмотрю, я говорю, а вы в финансовом колледже не учились? Потому что я очень часто здесь была гость. А они говорят, да, учились. Я говорю, вот в первую очередь говорите, я закончил финансово-экономический колледж имени Рымбека Смаковича Байситова. Всегда это говорите с гордостью, с честью несите это звание и никогда не подводите свой колледж и то, что он носит имя такого гениального человека. Всем хочу пожелать всего самого-самого доброго в это нелегкое время, и чтобы всегда действительно мы с гордостью вспоминали этого человека. Вечно ему память. Уважаемые гости, уважаемый коллектив колледжа и студенты, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшней юбилейной датой 100 лет со дня рождения Рымбека Смаковича Байситова. Для нас эта дата тоже дорога. Мы 2 финансовых учреждения, мы банк, оказывающий финансовые услуги, вы колледж, который выпускает таких замечательных студентов с финансовой специальностью. Это большая кузница кадров колледж. В городе
очень популярен, и выпускники пользуются большим спросом в трудоустройстве. От лица банка хотелось бы вам сказать, что двери нашего банка «Центр Кредит» для студентов всегда открыты. Приходите к нам на практику, приходите на стажировку, приходите с дипломами трудоустраиваться. Не секрет, что мы тесно сотрудничаем с вашим колледжем. У нас заключено соглашение, в рамках которого и преподаватели проходят у нас и практику, и стажировку, и студенты. Поэтому, ребята, учитесь, приходите в этот колледж всегда с радостью, за новыми знаниями. Очень приятно видеть, как все ребята, мальчики, девушки с такой трепетностью относятся к памяти Рымбека Смаковича, так чтят. И вот, не знаю, вот портфолио мы сегодня смотрели, музей смотрели. Вообще замечательно, слов нет. Большое вам спасибо. Ну, и я хотела бы сейчас зачитать поздравления от Бахытбека Рымбековича Байсеитова, нашего председателя Совета директоров. Құрметті Рымбек Байсеитов атындағы Қаржы экономикалық колледжінің ұжымы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қаржыгері Рымбек Байсеитовтың 100 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Ағырлық пен жоғары кәсібиліктің арқасында білім ордасы жылдан жылға нығайып, елімізге білікті де сұранысқа ие мамандарын шығаруда. Сіздерге шын жүректен биік белестерді бағындырып, алға қойған мақсатыңызға жетуге тілектеспіз. Сонымен қоса зор денсаулық, бақ береке, шығармашылық табыс тілей отырып, еліміздің білім деңгейін көтеруге атсалысып жатқан еңбектеріңіз үшін ризамыз. Құрметті Бақытбек Байсеитов, банк Центр Кредиттің директорлар кеңесінің төрағасы. Құттықтаймыз. Сіздерге үлкен алғысымыз. В 1984 году введен в эксплуатацию новый учебный корпус. Современная молодежь, обучаясь в благоустроенных, оснащенных всеми новинками кабинетах, помнит, какой труд вложили педагоги во главе с Руланом Мусиновичем, министр Казахской ССР Рымбек Байсеитов. Техникумды 1947 жылдан бастап басқарған директорлар. 1947-53 жылдары Ковалев, 1951-1954 жылдары Хасанов, 1954-1961 жылдары Измайлов, 1961-64 жылдары Шакиров, 1964-69 жылдары Кондратьев, 1969-1985 жылдары Ролан Мұсаұлы Мусин, 1985-2012 жылдары Тілеуғали Түсіпбеков, 2012-2022 жылдары Туманғазы Арғынғазы. Келесі бір әсем әуеніміз оқу орнын басқарған директорлар құрметіне арналады. Қабыл алыңыздар. Отаны болмай отымның, ұсақталмауға ұмтылдым, құлы болмаған бұғымнан, билігім бар жұртынан, мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның, шұғыласынан жаралдым, миллионарға сатылмас, мейірім бар танамның, мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің бейсан барлығы, бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің бейсан барлығы, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Жұлдыздан қаламның, жұбарғым батталамның, найзам өзім кетемін, намысы үшін бабамның, мен қазақтың ұлымын. Құндылығымның нәрімен, ауылымның батшағымен,
Байлығы тұрса басқалар бауырым бақ бәрінен мен қазақтың ұлымын еліме туған ерім атадан әлемнің бейсаң барлығы бәрібір туған жерім еліме туған ерім атадан қалған жерім әлемнің бейсаң барлығы бәрібір туған жерім мен қазақтың ұлымын мен қазақтың ұлымын. Елімде туған жерім бар, атадан қалған жерім бар, әлемнің бейсаң барлығы бәрібір туған жерім бар. Елімде туған жерім бар, атадан қалған жерім бар, әлемнің бейсаң барлығы бәрібір туған жерім бар. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. В 1994 году вышло постановление Кабинета министров Республики Казахстан о присвоении техникуму имени Рымбека Байсеитова. В 1995 году на базе техникума открылся финансовый институт. Первым ректором был назначен Тлеували Түсіпбеков. В колледже поиск наиболее эффективных методов воспитания привел к разработке модели деятельности специалиста. Данная модель была проведена в соответствии с квалификационными требованиями специальности и согласована с социальными партнерами. Модель деятельности специалиста – тот образец, идеал, к достижению которого должен стремиться каждый студент. 1996 жылы техникум колледж статусына ие болды. Байсеитов шүгін бағдырушылар мектеп ашылды. Мектеп тыңдаушылары бүгінде еліміздің қаржы, экономика, банк саласында қажырлы еңбек етуде. Байсеитовшілер колледжде өзін-өзі басқару ұйымының жетекшілері, дарынды студенттер. В 1998 году введен в колледж тестово-рейтинговая система оценки знания. В этом же году колледж начал разрабатывать программу «Электронный журнал». Вышла книга «Листая страницы истории». 2003 жылы колледжде Рымбек Байсеитов атындағы атаулы оқу дәрісханасы ашылды. Оны Бақытбек Байсеитов жабдықтап берді. А в 2001 году колледж занимал в республиканском конкурсе первое место, получив звание «Лучший колледж года». В колледже ведет учебно-воспитательный процесс технологии «Педагогическое сопровождение». Эта технология является источником качественного образования. 2002 жылы Рымбек Байсеитовтың туған жері Хайнар жерінде Байсеитовтар отбасы ауыл адамдары үшін жаңа типті мешіт салып берді. Сол күні Рымбек Байсеитовтың өмірі мен қызметіне арналған үлкен жүрек спектаклінің тұсаукесері болды. 2004 жылы Рымбек Смағұлы Байсеитов бейнесіне арналған бюст ғимаратқа және мұражайға қойылды. Колледжде 2004 жылдан бастап колледжді ақпараттық технологиялармен қамтамасыз ету басталды. Барлық компьютерлер локальдық жүйеге қосылды. Электронды медиатека, электронды кітапхана жұмысын бастады. Колледж білім беру саласында лидер деп танылып, Мальта жерінде Хрустальный рыцарь белгісіне ие болды. Ал колледж ұжымы 2005 жылы білім беруде халықаралық деңгейдегі сапаға сәйкес деген атпен Москвада алтын медальға ие болды. В настоящее время в колледже работает программа «Электронный колледж», то есть учебно-воспитательный процесс полностью автоматизирован. Признанием преимуществ программы «Электронный колледж» является тот факт, что на областном конкурсе программа получила первое место и представляла Восточно-Казахстанскую область
на республиканском конкурсе «Алтын диск». В городе Атырау заняла первое место.
2008 году внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9000-2001. Колледжде бірінші рет ақпараттық жүйелер мамандығы ашылып, алғашқы 25 студент оқуға қабылданды. Комплексті тәрбие берудің 12 бағытына топтар бойынша 12 актив тағайындалып, 5 деңгейлі мінездеме үлгісі жасалды. 2009 жылы Байсейітов өнегесіндегі патриоттық тәрбие моделі және Байсейітов атындағы самая профессиональная группа ауыспалы вымпелдер тәрбие жұмысына енгізілді. Авторы Бақытгүл Бақтиярова. Ал 2010 жылы облыстық тәрбие жұмысы байқауында ғылыми тұрғыдан дәлелденген тәрбиелік жүйе номинациясы бойынша бірінші орынды колледж жеңіп алды. Педагогикалық ұжым 2010 жылы Германияда өткен халықаралық білім байқауына қатысып, алтын сапа сертификатын алып, ақшалай сыйлыққа ұсынылды. Оксфорд қаласында өткен оқу тәрбие жұмысындағы жаңа ақпараттық технологиялар атты білім байқауына қатысып, Европалық сапа номинациясына ие болды. Осы жылы колледжде халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың есіміне атаулы кабинет ашылып, тұсаукесер рәсіміне жазушы өзі қатысты. 2013 жылы колледждің оқу тәрбие жұмысына 3 тілді оқыту енгізілді. Ауғанстан елінен 6 студент оқуға келді. Колледж ұжымы республикалық алтын сапа байқауында президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатына ие болды. Колледж ұжымы республикалық алтын сапа байқауында президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатына 3-ші мәрте ие болды. Колледжде 2016 жылы Раулан Мұсауының шәкірті Бақытгүл Жанзаққызы мәңгілік ел ұлттық мәдени орталығын ашты. Осы жылы колледждің әнұраны тұңғыш рет шырқалды. Сөзін жазған Бақтиярова Бақытгүл Жанзаққызы. Музыкасы Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген өнер қайраткері, белгілі композитор Тұрсынғазы Рахимовтікі.
Колледж 2016 год. Золото рейтинга среди предприятий Республики Казахстан в номинации «Темп роста». Колледж 2016 год. Настенная медаль. Лидер отрасли 2016. Колледж 2016 год. Орден «Гордость экономики» руководителю колледжа Аргыгазин Думанғазы Семейғазылы. 2017 жылы колледж директоры Думанғазы Семейғазылының ұйғарымымен Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген мұғалімі, соғыс ардагері, 8 қабатты ғимаратты салып берген ұлы тұлға Ролан Мусин бейнесіне мемориалдық тақта орнатты. Колледж мұражайына бюст қойылды. 2019 жылы республикалық сала көшбасшысы 2019 номинациясын ұжым жеңіп алды. Медальмен марапатталды. 2021 жылы оқу орнының батыр түлектері Айткеш Ибраев, Кенжебек Шәкенұлының бейнелеріне Думанғазы Семейғазыұлының ұйғарымымен мұражайға бюст қойылды. Рымбек Байсейітов пен Мағыш анамыз өмірге 5 перзент әкеліп, өз отандарын сүйетін мықты мамандарды тәрбиелеп өсірді. Олар Бақытбек, Мұратбек Рымбек ұлдары, Шолпан, Айман, Роза Рымбек қыздары. Қажы Мағыш анамыз киелі ана 96-ға қараған шағында 2021 жылы өмірден озды. Мағыш анамыз жыл сайын 2010 жылға дейін 8 қазан күні Рымбек Байсейітовтың туған күніне келіп, колледждің тыныс тірлігін көріп, батасын беріп кететін еді. Құрметті қонақтар, сіздермен бірге біз осы бірер сағаттың ішінде 91 жылдағы колледж өмірін, колледждің дарынды түлегі Рымбек Смағұл Байсейітовтің өмірі, қызметі туралы айтып бердік деп ойлаймыз. Ендеше сахна төріне Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласының құрметті қызметкері, Ыбырай Алтынсарин медалінің, Ораз Жандосов атындағы медальдің, патриоттық тәрбие берудегі еңбегі үшін медалінің, мәдениетке сіңірген еңбегі үшін медалінің, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20-25 жылдығының медальдарының иегері, директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Бақтияр Бақытгүл Жанзақ қызына сөз береміз. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ата-аналар, зиялы қауым өкілдері. Мен қазір сөзімді өзім бастамас бұрын, қазір бізде сіздер естіп жатырсыздар. Біздің директорымыз Думанғазы Семейғазыұлы үлкен Абай облысының Аманат партиясының басқарушысы болып басқа қызметке ауысты. Қазір осы директордың қызметін уақытша міндетін атқарып отырған әріптесім Мұхтарова Меруерт Назарбековна шақырылып келеді мына жерге. Сол кісі бастап айтсын, сосын мен жалғастырайын. Рахмет, Бақытгүл Жанзақызы. Құрметті Молдаш Жақыпұлы, Жандарбек ата, Мұратбек аға, Лиза Альбесовна, және біздің әлеуметтік серіктестігіміз Банцевер Кредиттен директор Анар ханым, Молдаш ата, және де біздің ата-аналарымыз сіздерді бүгінгі Рымбек Смағұлының мерейтойына арналған 100 жылдық іс-шарамызға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгінгі іс-шараны бізбен бірге бөлісуге келулеріңізге көп рахмет айтамыз. Бұл іс-шара жалпы 26 қыркүйектен бастап, осы колледжде біз ашылуын бастап, бүгінгі күні үлкен іс-шарамен жалғастырып жатырмыз. Және де осы Рымбек Смағұлының 100 жылдығына арналған тағы да Бегалин орта мектебінде ғасырға жуық қара шаңырақ атты үлкен жаңағы іс-шараны сол кісінің туған жерінде тойлағалы жатыр. Ол 8 қазан күні. Және де ол іс-шараға вице-министр келеді деп күтілуде. Енді және де осы іс-шараны біз ертең 8 қазан күні Абай театрында үлкен жүрек қойылыммен аяқтаймыз. Енді сіздерге жалпы қонақтарға ұжымның атынан көп рахмет айтамыз. Біздің мына осындай тұлғаларды дәріптеу арқылы жас ұрпақтың бойына басты мақсатымыз сіңіру, және де осындай тұлғаларға ұқсап бағатындай білікті де өнегелі жоғары маман иелері даярлау.
көп рахмет сіздерге. Ары қарай уақыт жақта өзіңіз жалғастырсаңыз. Енді құрметті студенттер, оқытушылар, 100-ден аса біздің қазір оқытушылар бар, 1000-нан аса студенттер оқиды. Мына жерде көпшілігі жас студенттер, жас оқытушылар және бірінші курстың студенттері. Енді біріншіден сіздерге айтайын дегенім, бүгінгі келген қонақтардың ішінде бөтен қонақ жоқ. Бәрі өзіміздің ет жанды жақсы көретін біздің ұжымның мүшелері деп айтуға болады. Басында мен Молдаш Жақыпұлынан бастап, міне ата-аналар келіп отыр, бүгін өкіл ата-аналар, сондықтан да бәріміз бір үлкен Қара шаңырақтың 91 жыл тарихы бар үлкен мекеменің киелі оқу орнының жаңағы бүгін болып жатқан үлкен торқалы тойы. Енді осы колледжде мен 34-ші жыл істеп отырмын. Осындай іс-шаралар өткізгенде мен негізі жүрегім ауырады кәдімгідей. Неге десеңіздер, енді институттан кейін жап-жас болып келіп, 60-ға тақап қалдық. Міне мен негізі тағдырыма ризамын. Мен өте бақыттымын, өз атымда Бақытгүл болғасын. Міне Ралам Мусинов сияқты, Дөнген Тілеугүл Теміргалич, Байсейітовтердің отбасын өте жақсы білемін. Жатана араласып жүремін. Міне сондықтан да осы тұлғалардың әрбір ісі, әрекеті, жүріс-тұрысы мен үшін үлкен мектеп болды. Мен қазір дәл осы сәтте маған жетпейтіні Ралам Мусинович. Мен ол кісінің 25 жылға дейін қасында болдым. Бәрі жағдайда маған өте жақын болды, әкем сияқты болды. Өзімді де жақсы көрді. Мына соңғы дүниеден өтер кезде, тәуелсіздік кезінде 2010 жылы қатты сырқаттанып жатқанда ешкімді кіргізбеді, бөлмесіне мені ғана кіргізді. Мен үшін ол өте үлкен мәртебе болды. Тіпті Тілеугүл Теміргаличті кіргізген жоқ, сосын ол кісі ренжіген, мені кіргізген жоқ деп. Сонда ол кісі қалай қиналып жатса да, бізде аттестация болып жатқан 5 жыл сайын болатын. Әй, Бақытгүл, не болып жатсыңдар? Не көрсетіп жатырсыңдар? Туды жықпаңдар. Мен тәуір болам, сосын келем сендерден сұраймын. Сонда қараңыздар, қандай патриот, қандай еңбекшіл адам, қандай таза адам, жаны таза, рухани бай адам. Мен енді алғаш институт бітіріп келгенде Ралам Мусинович бүйтіп айтатын: «Я сказочно богат» деп сөйлейтін. Сонда енді жаспын ғой, мен ойлайтын, конечно богатый, если директор колледжа деп ойлайтын. Өзім жастығым. Сонда ол кісі үйінде шақырғанда не деген қарапайымдық. Ол кісі үшін байлық та, материалдық жағдайда, ақша да көп дейін болады. Үйде даже вот Күләшеваларына қазір мені құптар, даже ремонт жасатпайтын ол кісі, телевизорды да ауыстырмайды. Яғни айтатын, бір күндік тыныш ұйқыға ештеңе жетпейді дейтін марқұм. Яғни соғыс көрген адам, қанды көрген адам, аяғынан жараланған адам, дөне бойында осколкі болған адам, және де түк көтермейтін құндылықтарға мән берген жоқ. Мен осыны жаңа қатты өзім көкейімде ұстаймын. Қазір де маған байлық та, ақша да, машина да көктейін құны мен үшін. Рухани байлық, адамгершілік, құрмет, үлкендерді сыйлау мен үшін аса құндылық деп өзім күнімді бағалаймын. Мына сонда ол кісінің бойындағы мына минаның жаңағы осколкідері, оказывается, қайтыс болғанда ет босаған кезде сыртқа шығады екен. Сонда ақ тканьде жабылып жатқанда мына шүкір нелер шығып тұрды. Сонымен қайналадан аштан сұраймын ғой, анау не нәрсе деп. Өне бойында өмір бақи жүрген осколкылар енді қайтыс болған екен, ана ет босатты да мына сыртқа шықты. Мен жан түршікті сонда. Мен осыны көрдім. Енді бүгінгі таңда мен осындай соншалықты еңбекпен қанша мектеп салып, 8 қабатты ғимарат салып, мұра етіп қалдырған адамды өмірімде кездестірген емеспін. Сондықтан да бүгінгі таңда мен әсіресе жас ұстаздар, вы не имеете права плохо работать.
Сондықтан осы көшеге кіргеннен мен жүрегім ауырады, бір жерде шелек тартып тұрса, бір жерде бір нәрсе басқа болса, кәдімгідей жүрегім ауырады. Сондықтан да ол кісі кетерде айтатын: "Ей, Бақытгүл, сендерге мынау аманат. Болашаққа жеткізіңдер, көбейтіңдер, жақсартыңдар. Ертең сосын кейін бұл бүлдіріп тастап жүрмеңдер" деп. А сколько он боролся за это учебное заведение. Сколько раз пытались забрать от нас. Я живой свидетель. Вместе рядом ходила. И всегда стоял за нас. И сондықтан да қанша рет алып қалды, оның бәрі менің көз алдымда. Сондықтан жүрегім қатты ауырады шынында да. Колледж мен үшін өмірім, менің өмірім, менің саналы ғұмырым осы жерде, жаңағы есіктен кіргенмен, осы кісілермен жаңағы бірге біте қайнаса істедік. Сондықтан да студенттер, сіздерге де осы жаңағы жұмысты болсын дегенмен қатты бағалауды, әсіресе еңбекті бағалауды, әсіресе үлкен адамдарды қадірлеуге қашанда үйретемін, қашанда өзім соның алдында тұрамын. Енді Рымбек Исмакович Байсейітов және жақсы айтып жатыр. Лидия Львисовна хорошо сказала о Рымбеке Исмаковиче Байсейітове. Я тоже как родственница стала, сейчас ездила, 96 лет, это бабушка скончалась, я была там, он ішінде болдым. Я все 20 минут там я говорила про колледж, про достижения, все высказала, говорила. Поэтому бабушка святая была. 7 лет қажыға барған адам. Но вот эта семья тоже очень простая семья. Очень простая. Хотя Бақытбек Рымбек 7-й миллиардер мира. А когда увидишь его, он очень простой человек. И вся семья такая. На свои деньги они построили мечеть. В новом стандарте. Я видела, я была. Ковры раздавали людям хайнар. Учебники раздавали. Все на свои деньги. Я видела это. Поэтому душой они это нравственно богатые люди. Хорошо, что вот мы носим его имя. Тоже сейчас звонит. Но они не приехали сюда, потому что сейчас Айман Рымбековна болеет, Роза Рымбековна болеет, Бақытбек Рымбекович вообще в Южной Корее живет. Наверное, вот завтра прилетит. Мне сондықтан да, а бабушка до последнего дня, до 90 лет приходила, узнавала и бата беріп отыратын. И последние 7 лет, 96 лет она жила и скончалась. Мне сондықтан да, ылғи осы жерде тұратын, батасын беретін, бізге сондықтан да ол кісінің да қажы анамыздың табаны осы жерге тиген мекеме. Сондықтан да бұл колледж аса құрметке лайық, аса киелі. Мен балалар сендерге айтар едім, бісміллә деп кір сен бұл жерге. Күні бойы жақсы оқы, тәртіп бұзба. Содан кейін саған бәрі мәксілердің рухы қолдайды. Мен осыған өте бердім. Мен лично өзім тәрді 6:30 появляюсь в колледже. И на улице вот барельеф стоит, я всегда здороваюсь и желаю им там, чтобы было хорошо. И весь день у меня хорошо проходит. И утром тоже. Никто не поцарапал, никто ничего. Смотрю и это тәу етіп жүрем. Міне сондықтан да сендерден осыны сұрайын. Сондықтан бүгінгі күн біз үшін ерекше күн. Сондай бір адамды ойға келтіретін күн. Мен сіздерге өте үлкен рахмет айтамын. Осы біздің мерекемізді бөлісіп, келіп, айтып отырғандарыңыз біз үшін үлкен мәртебе. Балаларға біз айтқан үйреншікті нәрсе, сіздер бір-екі сөз айтсаңыздар, бұларға өте жақсы қабылдайды. Сондықтан қазіргі балалар өте өжет, талғампаз. Оны мен жылдан жылға салыстырып отырамын ғой. Сондықтан да жаңашыл. Осы жағынан біз де заманауи түрде осы қалып қоймайық, жұрттан туымызды берік ұстайық деп, міне 91-ші жыл колледж халыққа еңбек етіп жатыр. Әрбір мүмкін мына балалардың ішінде қазір министрлер отыр, әкімдер отыр, вице-министрлер отыр. Кезінде Рымбек Исмакович студент болып жүрді ғой, ол да білмеген шығар министр болатын мысалы. Міне сондықтан да
флангі ылғи осындай жаңағы шың, бағана балалар айтты ғой, шың Байсейітов шыңын бағындыруға міндетті біздің әрбір студентіміз. Мен сондықтан да көп сөйледік деп ренжімеңіздер, өзім сондайды толқып та тұрмын, қуанып та тұрмын. Сондықтан әрқайсыңызға мен мықты денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Өстіп біздің қызығымызды бөліп келе беріңіздер, осы әдемі қалыптарыңызда ұзақ ғұмыр кеше беріңіздер. Біз сіздермен бақыттымыз. Это банк-центр «Кредит» тоже родной банк у нас. Наша Зульфия Мендубаева долгие лет, наша выпускница Байсеитовка, работала директором банк-центр «Кредит» сейчас в Усть-Каменогорске. Поэтому у нас 30-40% студенты, наши выпускники работают в банке «Центр Кредит». Когда как зайдешь, все станут хором. Мне так приятно. И для учителя, кроме этого, ничего не нужно. Тогда наш товар – это наши выпускники. Если они благополучно устроились, хорошо где-то работают, наш труд оправдан. Если с нашим дипломом где-то подметает, нам грош цены. Мы обманули себя, мы обманули государство. Я так считаю, потому что Ролан Мусевич вот так научил. Бахткуль, если работаешь, работай нормально и хорошо. Если нет, уходи отсюда. Ни семьи, ни о муже, ни о чем не думай, только работай. Вот советские люди вот такие. Сейчас я же шакартом ой. Сейчас, если кто-то отпрашивается из коллег, если куда-то мне очень больно, я это не понимаю. Почему отпрашивается? Неужели нельзя это по-другому? Деп мен ішімнен өсіп отырмын. Но это время такое сейчас это. Дейміз ғой, заман дейміз. Дегенмен де полностью на 100% выложиться надо здесь. Уважаемые наши молодые коллеги, вообще педагогический коллектив. Родители, доверьтесь, мы должны работать с детьми. Ближе, ближе, ближе. Балаларға өте жақын болу керек, полностью отдаваться надо детям и учить, чтобы они конкурентоспособны, чтобы они завтра высокие поста занимали. Сондықтан, Күләш Раланна, сізге рахмет. Вы сюда выдающийся педагог. Ну, конечно, если дочь педагога истинный, заслуженный учитель Казахстана, Ролан Мусевич, например. Поэтому всем огромное спасибо. Вам спасибо, что пришли сегодня, празднуете с нами вместе. Вот Муратбек ага, выдающийся журналист. Вот полковник Шаймардан ага сидит. Вот будет начальник, директор промышленности наш Молдаш ага. Простых нету здесь. И вы тоже, мы тоже непростые, раз у нас впереди такие агалар, аталар, апалар. Лидия Бисмет, отдельная история, она Центробанк Кредит. Она бессменная заместитель директора. Никогда она не пыталась даже стать. Сколько раз ей предлагали директором банка, она несменный директор. Вот сейчас мне тоже говорят, общественность, Бахткуль, участвуй в конкурсе, давай занимай место директора. Я этого не хочу, я и так директор народный. Мне это нравится, свою деятельность. Поэтому я бессменным заучем уйду на пенсию. Вот так планирую, Бог даст. Поэтому огромнейшее вам спасибо. Низкий поклон всем. Үлкен рахмет. Аман болыңыздар. Взрослой жизни твоей путей различных немерено в ней. Всесильна свобода, единство народа. Должны мы вершить историю страны. Нерушимая крепость, 8-этажное здание, открывающее путь в экономике
познания, 4 буквы в слове, его название СПК. Мы все под этим знаменем, строгая дисциплина, прочный фундамент знаний. Отряд байситовцев всем примером станет, положив руку к сердцу, каждый скажет девиз единый для всех, который любой знает. Плыть только вперед, несмотря назад, поймать волну и стараться не потерять. Ни шагу назад нельзя отступать, будем с молоду свой дух закалять. Для нас нет непроходимых барьеров, для нас нет нерешаемой проблемы. Несмотря на плохие перемены, мы всегда идем вперед, в ногу со временем. Вот колыбель взрослой жизни твоей, путей различных немерено в ней. Всесильна свобода, единство народа, должны мы вершить историю страны. Футбол, баскетбол, футбол, волейбол, олимпиады, дебаты, колледж наш талантами богатый, спорт и знание, сила, это нам под сильно. Мы как одна семья сольемся воедино, девушки красивые, умны, сообразительны, парни сильны в своих словах, убедительны. Сделаем страну богаче и краше, станем гордостью Родины нашей. Да, будущий день зависит от нас, должны быть едины мы в этот час. Великих предков память, что мы, трудом наши все осуществим мечты. Идеал устремись к мечте, стремись, и ничто не приведет к беде. И знание это сила с тобою навечно, веселья будет времени бесконечно. Колыбель взрослой жизни твоей, путей различных немерено в ней. Всесильна свобода, единство народа, должны мы вершить историю страны. Отдаем тазалық пен жақырау, колледжі пен әлемде мынау. Аяулыда ардақта колледжіміз, жадымызды мәңгі өзіңді сақтап өтерміз. Жүректе ыстық сезім саған мәңгі, мұналы саған білім берген мәңгі. Шынайы махаббатпен арнайтын осынау әнді. Бұл өткен өмірге сіңіп, жолдар бар мұнда сан түрлі. Айдай ашық көк аспан, біз біргеміз, біз Қазақстан, ел тарихын жалғау міндет біздің. Мерекелі күн бүгін бәрімізге 100 жасқа толыпты ұлы бейне. Қасиетің елінің жиып бойға, Байсейітов тұлғасы көңілімде. Жұлдызын жағып қасиетті орданын, ұштастырған халқымның арманын, қазақ елін қастерлеген есімін, Байсейітов Рымбектей мықты ардағым. Бүгінгі Рымбек Байсейітов атындағы Семей Қаржы экономикалық колледжінің біртуар дарынды түлегі Рымбек Смақұлы Байсейітовтың туғанына 100 жыл толуына орай өткізіп отырған «Болмасаң да ұқсатпақ» атты салтанатты кешіміз өз мәресіне жетті. Көрсетші күн жақсы, аман сау болыңыздар!